Қонақ дастарханға қоюға болатын мына салат енді бір дәмді, керемет салат қой, және бұл салатты көбіне ешкім жасай бермейді. Сондықтан да бұның аты ханшайым деп аталады. Бізге ең алдымен колбаса керек. Мен үнемі Нарленнің колбасаларын пайдаланамын. Одан кейін огурцыды ұзынша етіп, жіңішке етіп турап аламыз. Сосын консервіленген арнайы магазиндерде сатылады саңырау құлақтар, шампиньондар, соны аласыздар. Видеодағыдай түрін алыңыздар, қараңыздар, осындай сары ақшыл болып келеді. Одан кейін жұмыртқаны суда асып аласыздар да, оның сарысын турамайсыздар. Сарысы сосын кейін тураймыз. Ол керек болады, бетіне әсемдеп қоямыз оны. Ал қазір тек ағын ғана турап аламыз. Ұзынша етіп, оны да тураймыз. Сосын салат жапырағын тураймыз. Оны да енді өзіңіздің ыңғайыңызға қарап турайсыздар. Салат жапырағымен прям күшті болады дәмі. Ең соңынан консервідегі кукурузды қосасыздар. Үстіне майонез саласыздар, барлығын жақсылап араластырасыздар. Тұз қосып, керек емес, егер прям тұз қосам дейтін болсаңыздар, кішкене шым ғана қосып жіберсеңіздер болады. Барлығын жақсылап араластырып тәрелкемізге орналастырамыз. Егерде дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, сіздерде 2 тәрелке салат шығатын болады. Және ең соңында жұмыртқаның сарысын терканың кішкентай бөліктерінен, көздерінен өткіземіз. Болды, осымен біздің оңай салатымыз дайын болды. Тез жасалынады. Турайсыздар, араластырасыздар, болды. Жасап көріңіздер, ас болсын. Осындай өмірді қиындатпайтын оңай рецепттер менің парақшамда өте көп. Сондықтан да міндетті түрде жоғалтып алмас үшін тіркеліп алыңыз.